Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде рекурсия және функция тақырыбы. Жалпы функция дегеніміз не? Бірінші бастамастан бұрын функцияға жалпы бір анықтама беріп алайық. Функция дегеніміз Python'да ол белгілі бір алгоритмді белгілі бір функция ретінде құрастырып, яғни функция дегеніміз ол белгілі бір алгоритмдерді орындайтын жиынтық. Сол алгоритмдер орындалып болғаннан кейін функция белгілі бір мәнді қайтарады. Мысал ретінде жалпы функцияның анықтамасын берейік. Функцияның кілттік сөзі def, содан кейін функцияның аты және оның қабылдайтын параметрлері болады. Параметр 1, параметр 2, сол секілді кете береді. Осы жерде параметр 2 дей салайық, хорошо. Сосын функцияны аттап болғаннан кейін қос нүкте қоямыз да, ол белгілі бір код блогын орындайды. Содан шыққан мәнді қайтарады. Қайтару ол return. Return мән value бола салсын. Осындай бір мәнді қайтарып отырады. Мысал ретінде бір кодты жазайық. Мысал ретінде біздің функциямыз екі мәнді қабылдайды. Value дегеніміз ол параметр 1-ді қосамыз параметр 2-ге. Бұл шағын ғана определениясы, яғни анықтамасы. Бұл әрдайым осындай қалыпта емес, әртүрлі бақтарды істей беруге болады. Оны алдағы уақытта қазір осы видеороликте талқылайтын боламыз. Негізінен функцияның атауын функцияны шақырған кезде пайдаланамыз. Яғни print дейміз. Print деген бірден осы функцияның алған мәнін шығарады. Сосын функцияның аты, яғни аты болғанда бізде function name, екі параметрін берейік. Мысалға 1 және 2 бола салсын. 1 және 2 бола салсын. Жаңа терминалда біз қазір Python деп жазамыз. Сосын файлдың аты. 3 деген мән шығарып береді. Яғни бұл не істеп тұр? Бірінші параметр 1-ге 1 деген мәнін беріп тұр. Ол қазір мына жерде 1 болып тұр. Екінші жерде 2 болып тұр. Екеуінің қосындысын value-ге теңестіріп, содан кейін value-ды қайтарып тұр. Хорошо? Негізінен бұл value керек болмай қалуы мүмкін. Сіздер былай да істей аласыздар. Return parameters плюс parameters 2. Бұл аса бір айырмашылығы жоқ. Яғни бізде жаңа айнымалы ашып, return жасаймыз ба, қайтарамыз ба мәнін, немесе осы жерде қайтарып тастаймыз ба. Бұл Python болғандықтан, бұл жоғары санатты тіл, сондықтан оған аса бір қатты маңызды емес. 3 деген мәнді шығарып береді. Енді қараңыздар, мысал ретінде бізде үлкен бір алгоритм болсын. Мысал ретінде қазір біз Fibonacci емес, ең алдымен біз бүйтейік. Ең алдымен біз факториал жасайық. Факториал дейміз да. Факториалды мысал ретінде n деген қабылдайды. n санның факториалын шығару керек. n санның факториалын шығару үшін не істейміз? n санның факториалын шығару үшін жалпы факториал дегеніміз не? Соған бір тоқталып кетеміз. n тең болады дейміз да. Жалпы ол 1 дейді, немесе 1 дейді, көбейту 2 дейді, көбейту 3 дейді, тағы сол секілді. n-ға дейін барады, көбейту n болады. Енді қараңыздар, бұл жалпы факториалдың негізгі анықтамасы ғой. Енді қараңыздар, осыны біз қалай жасай аламыз? Мысал ретінде мен for циклын пайдаланатын едім. For I in range дейміз да. For I in range. Сосын қазір біздің
айымыз негізі циклда for циклында нөлден басталады. Ол нөлден басталған қаламас үшін біз бір үтір дейміз да. Яғни бізде бастапқысы басталатын мәні 1 болады, аяқталатыны n+1 болады. Неге n+1? Қазір көрсетемін. Қараңыздар. И бір белгілі бір біздің жинақымыз болсын, жинақ ол мысалға сум бола салсын. Осы сум дегеніміз ол 1 болады. Неге? Қазір мысал ретінде мына жерде 0 болатын болса, қазір 1-ді көбейтеді, n-ға дейін көбейтеді, 0-ге кестіріп көбейткенде 0 болып қалады. Ал 1-ді көбейтетін болсақ, ол 1 дейді, осыны 2-ні көбейтеді, 2 болады, и так далее, кете береді. Сумма дейміз да, көбейтеміз, сумма тең болады, сумма көбейтілген ай. И осы бір не орындалып болғаннан кейін return sum, яғни біздің жауабымызды шығарамыз. Бағанағыдай print факториал и және біздің n-нің кез келген мысалы 5-ін факториалы дейік. Так, код запускать етеміз и 120-ны шығарып тұр. Енді қараңыз, бұл жерде неге 0-ден басталмады? Қазір көрсетемін. Қараңыздар, неге 0-ден басталмады? Мысал ретінде сіз қазір 0-ден бастайтын болсаңыз, ол 0-ді қайтарады. Себебі кез келген санды көбейте береміз, қазір n+1-ге 0-ге басып көбейте береміз. Ол не істейді? Қате болып кетеді. То же самое мына жерде де 0 болатын болса, қазір кодты қайтадан запускать етеміз. Қайтадан запускать етеміз, и вот тоже 0. Ондықтан екеуі де 1-ден басталу керек. Негізі 0-дің факториалы 1, бірақ бұл жерде циклда ол ескерілмейді. Неге n+1? Жалпы for циклы бізде қалай жүреді? Негізгі for циклына 5 деген мәнді беретін болсақ, ол 0, 1, 2, 3, 4 деп қайтарады. Жалпы 5 мән, бірақ 0 ішінде болғандықтан, бұл бізге типа 0-ді береді, 1-ді береді, 2-ні береді, 3-ті береді, 4-ті береді. Жалпы 5 мән, бірақ 5-тің өзін алмаймыз. 5-тің өзін алу үшін 5+1 дейміз, мысал ретінде. Сонда 5+1 болса, ол 5-ті қосып алады, 6 шықпай қалады. Жалпы бізде 6 мәніміз бар. 6 мәніміз бар, Енді қараңыз. Мына жерде де бізде сәл өзгертсек болады, көбейту тең болады, ай десек болады. Көбейту тең болады, екеуі бірге тұру керек. Хорошо? Көбейту тең болады, ай. И қараңыз, запускать етеміз, ол тоже жасап тұрады. Енді бұны біз басқаша шығара аламыз. Қазір қараңыз, мына жерде print summa деп жасай берейік. Print sum. Қазір факториалдардың өзгерісін байқалайық. Яғни 1-дің факториалы 1, 2-дің факториалы 2, 3-тікі 6, 4-тікі бізде 24, и 5-тікі 120. Бірақ біз мына жерде returnға сумманы шығарғандықтан, ол қайтадан print болғандықтан 2 рет 120 қайталанып кетіп тұр. Ол аса бір қатты мән бермейді. Так, енді қараңыздар, бұл факториалды біз while циклы арқылы шығарып көрейік. While циклы арқылы шығарып көрейік. While деген не істейді? While бізде бұл шарт қанағаттандырылғанша орындала береді. Яғни біздің циклымыз үлкен болғанша 0-ден. Үлкен болғанша 1-ден дейік. Хорошо? Үлкен болғанша 1-ден дейік. Қазір көрсетеміз қалай істейтін. Енді қараңыз, біз яғни суммаға көбейтеміз тең болады n-ді дейік. Көбейтеміз тең болады деген, суммаға n-ді көбейтеміз де, сумма сол қалпы қалады. И каждый раз сумманы шығарып отырайық. И n-імізді әр цикл сайын бірге азайтамыз. Неге? Себебі бізде қазір циклымыз шексіз цикл болады, ал мұндағы қалған мән бізде орындалмай қалады. И return дейміз да, сумма. Жалпы түсіндіре кететін болсам, былай қазір код запускать етпей түсіндіріп алайық. Яғни бізде белгілі бір n деген санымыз қабылданады. Осы n санымыз келеді да, мына шартқа айтады. Мен дейді, мысал ретінде 1 қояйық. 1 барады, 1 айтады. Мен 1-ден үлкенмін ба дейді.
иә, ол үлкен емес, яғни бұл цикл вообще орындалмайды, просто пропускация етіледі и және сразу суммасы шығады. Енді бірдің факториал бір. Сол секілді нөлді бересіз мына жерге. Нөлді берген кезде ол тоже бірді қайтарады. Хорошо? Бағанағы for циклында да солай. Так, енді қараңыз. Мысал ретінде 2 барады. 2 айтады, мен бірден үлкенмін ба дейді. Иә, үлкенсіз дейді. Сумманы 2-ге көбейтеді. Сумма 2-ге көбейтіледі. Айтылады. Сумманың өзі шығады да 1-ге азайтып тастайды. Сосын келесі бір мән кезінде while-ға келеді де айтады, мен бірден үлкенмін ба дейді. Ол айтады, жоқ, сіз үлкен емессіз дейді. Сондықтан сразу сумманы қайтарып жібереді. Яғни біздің код блогымыз осылай жұмыс жасайды. Мына жерге 0 деп жазса да болады негізінен. 1-ге көбейткеннен ол ешбір мән өзгермейді, бірақ негізгі 1 деп жазып қойған дұрыс, иә. Өзіміз шатаспау үшін, өзгелерді шатастырмау үшін де. Так, орындап көрейік принтімізді. Факториал. И мысал ретінде 5 берейік тағы да. 5 емес, давайте 9-ның факториалын көрейік. 9 факториалын жатқа білмеймін. Вроде 36 да. Яғни 362.880. Яғни осылай бізде сумманы қайтады. Бұл қараңыз, енді бұл қалай жұмыс жасап тұр. Біз қараңыз да, ең бірінші 9 көбейтілген, потом 8 көбейтілген, потом 7 көбейтілген, потом 6 көбейтілген и так далее кеткен, иә. Бұл жерде біздің while циклымыз қалай жұмыс жасап тұр? Негізінен бұл for цикл секілді емес, бұл бізде кему ретімен жұмыс жасап тұр. Мысалы 5 алса 4, 3, 2 и 1 дейді да, тоқтап қалады. Осылай жасап тұр ол. Керісінше жасап тұр, хорошо? Енді қараңыз. Ол керісінше жасап тұр. Ол мұнағыда while for циклындағыдай емес, 1, 2, 6 деп андай. Бұл кему ретінде көбейтіліп тұр. Енді қараңыз, мысал ретінде n сандар үшін ол қалай жасайды? Ол бізде n дейді да, n көбейту n-1 көбейтілген n-2 и солай 1-ге дейін көбейтіледі, хорошо? 1-ге дейін осылай көбейтіліп шығып тұр біздің while циклымызда. Тағы да жасап көрейік, 9 шықсын, осындай факториал. Енді тағы бір способ бар, ол бізде рекурсия тақырыбына. Яғни қараңыз, жалпы рекурсия дегеніміз не? Мен сіздерге рекурсияның жалпы бір анықтамасын беріп жіберейін. Рекурсия дегеніміз ол белгілі бір код блогын өз ішінде орындау. Мысал ретінде, белгілі бір оператор шақырылады. Ол оператор өз-өзіне функцияны қайтадан шақыра береді. Мысал ретінде бізге ең бір оңай түрі, мысалға сумма демек, факториалға шығарып көрейік. Біздің түсініктіміз факториалға шығарып көрейік. n болсын факториалымыз. Ол белгілі бір n деген мәнді қабылдайды. Егер біздің факториалымыз n үлкен болатын болса бірден, жоқ, кіші болатын болса бірден. Қазір бірінші кішіге қарастырайық. Кіші болатын болса бірден. Кіші нетен болатын болса бірден дей салайық. Бұл қалай жасайды? Яғни бізде n кіші 0 ғана бар и 1 ғана бар, кіші нетен осы жадты қанағаттандыратын. Олардың мәні ол просто 1. Яғни біз код блогын орындамаймыз деген сөз, хорошо? Егер ондай болмаған жағдайда, біз return дейміз да, қараңыздар. Return дейміз да, n көбейту факториал n-1. Қараңыздар. Бұл бізде неге функцияның өзін мына санға көбейтіп, функцияны қайтадан шақырып жатыр. Бұл мынандай нәрсе. Мысалға, сізде бір кіші сан алайық, 5 болсын. 5 қазір айтады. Мен бірден кіші нетемін ба? Жоқ дейді. Яғни мен 5-ті аламын дейді. 5 көбейтемін факториал 4 дейді. Факториал 4. Қараңыз. Факториал 4. Бірақ қараңыздар, мұна факториал 4 өз ішінде тағы орындалады. Қараңыз, бүйтеді. Мен 4 айтады. Мен бірден кішімін ба, немесе тем ба дейді. Жоқ дейді. Ол келеді да 4 көбейту
факториал n-1. Яғни бұның өзі жалпы факториал 4-тің өзі ішінде былай ашылады. Қараңыз, ішінде ол мынандай бағытта ашылады. 3 көбейту факториал 2 деп ашылады. Жоқ, 4 көбейту факториал 3 деп ашылады. Кешірім сұраймын. 4 мында барады, и мына жерде 3 болады. 4 көбейтілген факториал 3. Факториал 3-тің өзі ол былай ашылады. Қараңыз, факториал 3-тің өзі былай ашылады. 3 көбейтілген факториал 2 деп ашылады. И бірақ факториал 2-ге келген кезде ол, қараңыз, мына жерде бір қызық нәрсе, факториал 2-ге келген кезде ол қалай жасайды? Факториал 2 алады да 2 көбейту факториал 1 дейді. Да? Но біздің факториал 1-іміз мына шартқа барады да айтады: мен дейді 1-ден кішім ба, нетем ба дейді. Ол айтады: иә дейді да, и 1-ді қайтарып жібереді. И мына жерден қазір 1 деген мән шығады. Обычно факториал 2, факториал 3 деп мән шығатын еді ғой. Мына жерден 1 деген шығады. 1 барады да 2-ге өтеді де, мен факториал 2-мін деп айтады. Факториал 2 кетіп қалады да, ол айтады: мен орныма 2 келеді дейді. Осы факториал 3 айтады: 3 көбейту 2 дейді. Ол айтады: ол 6-мын дейді. Сонда факториал 3 ол 6 деген мәнді береді. Ол 6 барады да 4 көбейту 6 дейді. Факториал 4 мен айтады: мен 24-мін дейді. Мен 24-мін дейді. 24-мін дейді. Факториал 5 барады да мен 120-мын деп шығарып береді. Сонда біздің рекурсиямыздың мәні 120 болады. Шынымен де солай бола ма? Қазір тексеріп көрейік. Жалпы бұл рекурсияға бір ең қарапайым мысалдардың бірі, яғни рекурсия өз-өзіне шақыра береді белгілі бір цикл болғанша. И бір уақытта оның барлық мәні сол бір жиналып келген мәннен артқа қарай жүреді. Так, бізде функция шақырмадық. Print дейміз де. Факториал 5 дейік. 5-тің факториалы 120. Кез келгенді қарай салсаңыздар болады. 100 емес, 10-ның факториалын көре салайық. 100-ның факториалы өте үлкен сан. Так, вот, 10-ның факториалы осындай. 10-ның факториалы осындай. 11-дің факториалы ше. 11-дің факториалы тоже самое сияқты. Жоқ, чуть-чуть үлкен деп. Вот, осылай бізде жұмыс жасай береді. Енді қараңыздар, бізде жалпы функцияға ұғым бердік қой. Енді бір функцияға бір есеп шығарып көрейік. Мысал ретінде бізде функциямыз не істеуі мүмкін? Біз функциямыз мысал ретінде бір не болсын, қалай айтсам болады? Бір стрингтің letters саны болсын, letters саны. Енді үлкен етіп жазбай ақ қояйық. Саны дей салайық. Просто саны. Вот саны деген әдемі. Ұзақ та емес, көп те емес. И ол не қабылдайды? Some string қабылдайды. Some s дей салайық. Вот some s қабылдайды. Some string, яғни белгілі бір строканы қабылдайды. Ол алады да не істейді? Оның әріптер сандарын шығару керек. Әріптер саны ол ұзындығы, әріптер саны ол ұзындығы. Бірақ бізде пробел ол әріп емес қой. Яғни бізде пробел әріп емес. Одан бізді пробелді удалить етіп тастауымыз керек. Хорошо. Ол үшін не істейміз? Ол үшін осы some s-ті теңестіреміз. Қараңыздар. Some s-ті давайте қиындатпайын, қарапайым тілмен түсіндірейін. Result деген белгілі бір массивіміз болсын, хорошо? Result деген белгілі бір массивіміз болсын. Массив. Бірақ біз сразу массив қылып алмайық. Массивті жасау үшін, яғни списокты жасау үшін list деген біздің функцияны пайдаланады. Ол белгілі бір мәнді, яғни массивқа түрлендіріп тастайды. И қараңыз, осы строкамызды біз бөліп алайық. Бөліп алу ол бізде split. Split почему? Немен бөліп аламыз? Біз қарапайым пробелмен бөліп аламыз. Пробелмен бөлу үшін сплиттің ішіне былай жасаңыздар болады. Негізі
дефолт бойынша, яғни өзінің бастапқы мәні бойынша осы жерде ештеңе жазбасаңыз да ол пробелмен бөліп алады. Енді қараңыз, осыдан кейін просто результатты шығарып запускать етіп көрейік. Просто результат шығарып көрейік. иә И давайте функциямызды шақырып қояйық. Print sum, саны, біздің функциямыз аты саны ғой. Саны и ішіне строка. Мысалы, алма ағашы отырды. Алма ағашын отырғыздық дей салайықшы. Отырғыздық. И қараңыз, осыны біз қазір запускать етсек, еске қоссақ, ол әрбір сөзді пробел арқылы бөліп алды. Яғни біз пробелді белгілі бір біздің сепаратор ретінде байландық та, сепаратор деген бөліп алу ретінде пайдаландық та, и осы бір мәндерді просто листқа түрлендіріп, алынған мәндер листқа түрлендіріп, result деген массив, яғни белгілі бір список дайындап қойдық. Енді қараңыз, осы енді аламыз да, просто әрбір for деген әрбір элемент үшін in ішіндегі result. Қараңыз, былай ағылшын тілін біздің қазақи неге бірден ауыстырған кезде ол мәні келмей қалады. Негізінен бұл айтып тұр, әрбір элементті result ішіндегі элемент деп атаймыз. Хорошо? Немесе мына жерде сөз дей салайық. Әр сөзді result ішіндегі әрбір сөзді сөз деп атаймыз. Әрбір элементті немесе сөз деп атаймыз деп айтайықшы. Әрбір индекстегі мәнді сөз деп атаймыз. И бұл не істеп тұр? Әрбір сөздің result ішіндегі соған жұмыс жасаймыз деп тұр. Сонда сөзді біз бөліп алып, осы сөз бойынша жұмыс жасаймыз. Енді қараңыз, бізде бір әріптер саны деген жиынымыз болсын. Әріптер саны негізі басында 0 болады. Ешқандай не болмасын, ол 0 болады. Әріптер саны 0 болады. И для каждого слова в результате деген мағына беріпті бұл. Орыс тіліне аударғанда, яғни әрбір сөзді қазір біз әрбір сөзбен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни біз не істейміз? Просто әріптер санына қосамыз тен болады әрбір сөздің ұзындығы ол не деген мағына? Ол әріптердің саны деген мағына. Яғни просто аламыз да әрбір сөзі, алма ағашы отырғыздық деген сөздерді алады да, бірінші алманы алады, оның ұзындығын әріптер санына қосып жібереді. Алманың ұзындығы 4, әріптер саны да 4 деген сияқты ғой. И осы бір нәрсе орындалып болғаннан кейін просто return f-строка ретінде шығарайық. F-строка деген ол не істейді? Ол просто алады да, бір мәнді алады да просто. И былай жасасаңыз болады. Любой сөз жазасыз, қараңыз. Әріптер саны дейсіз да. И потом мына жерге айнымалыны қоя саласыз. Шығаратын. Әріптер саны. Аса бір қатты қиындығы жоқ. Бұл f-строка қандай жұмыс атқарып тұр, осы жерде түсіндіріп жіберейін. Просто сіз returnға былай жасағаннан гөрі әріптер саны осылай, потом плюс str деп анау әріптер санын строкаға түрлендіріп сөйтіп отырғаннан гөрі сіз просто аласыз да f-строканы пайдаланып Ctrl-Z дей салайық, Z. Әріптер санын осылай тез шығарып жасаңыз болады. Бір осындай бір күшті нәрсе. То есть, келесі айнымалылар, мысалы мына жерге сөз жазып тастайсыз тағы да. Келесі айнымалыларды өйстіп
үстеп шығара бересіз. Болды. Бірнеше айнымалы болса, бірнеше айнымалыны қатар жазып тастаса болады. Қатар жазса болады. Так, біздің случайымызда ол керек емес. Біз просто шығара саламыз. И функциямызды шақырайық. Print сам саны, функцияны саны атауы. И сөзіміз алма ағашын отырғыздық. Ол кейін жемістеді дей салайық. Бізде неше сөз бар? Алма бір сөз, ағашын екі сөз, отырғыздық үш сөз, ол тағы сөз, төртінші сөз, кейін. Так, кейін деген бесінші сөз, жемістеді деген алтыншы сөз. И 6 сөздің бәрін бөледі де солардың әріптер санын жазады. Давайте санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Мен бір әріпке шатысып кеткен секілдім. 38 болу керек. Біздің код блогымыз дұрыс жасап тұр. Кішкентай бір сөзбен тексеріп көрейік. Алма ағашын деген осы сөзбен ғана тексере салайық. Кейін бір сөз болғасын шатысып кетіп тұрмын. Так, әріптер саны 11 дейді. 4 мына жерде 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10-11 шымен де шығып тұр екен. Енді біздің бүгінгі негізгі бір айтатын нәрсеміз ол Фибоначчи сандары. Фибоначчи сандары деген не? Жалпы бір анықтама беріп жіберейік. Бұл ASM, яғни школа программиста деген сайттан алынған задача. А 0-ші элементіміз 0. А бірінші элементіміз 1. Енді қараңыз. Жалпы Фибоначчи тізбегінің мәні неде? Ол 0 дейді, 1 дейді. 0-ші элемент пен 1-ші элемент. Бұл не істеп тұр? Бұл әрбір келесі элемент алдыңғы екі элементтің қосындысына тең. Мына жерге 0 мен 1-ді қосамыз 1. И мына жерде 1 мен 1-ді қосамыз 2 болады. И 1 мен 2-ні қосамыз 3 болады. 2 мен 3-ті қосамыз 5 болады. 3 мен 5-ті қосамыз 8 болады. 5 пен 8 қосамыз 13 болады. 13 мен 8-ді қосамыз 21 болады. 21 мен 13-ті қосамыз 34 болады. 21-ге 34 қосамыз 55 болады. 34-ке 55 қосамыз 89 болады вроде. И сол секілді кете береді. И осы бір код блогын жасайтын боламыз. Жалпы Фибоначчи тізбегіне бүгін біз есеп шығаратын боламыз. Жалпы Фибоначчи тізбегін ең алдымен цикл арқылы шығарып көрейік. Қарапайым цикл арқылы шығарып көрейік. For дейміз. I in range. И біргелі бір сан алайық. N деген санымыз. Осы мысал ретінде 5-ші тізбек. 5 тізбегін шығарып көрейік. И біз не істейміз? A0 плюс демейміз. A0 плюс пока. A0, A1 дейміз. Тең болады дейміз. Ол A1 дейміз. Потом A0 плюс A1 болады. Яғни бұл swap деп аталады. Негізінен не істеп тұр? Қараңыз. 0 деген мына жерде тұр еді негізінен. 0 деген мына жерде тұр еді. Мына жерде 1 деген тұр еді жалпы. И мына жерге, мына A0-дің орнына 1 келеді.
ал А1-дің орнына екеуінің қосындысы келеді деген нәрсе. 0 мен 1 тұр еді, ол 1 мен 1 деп өзгертілді. Сосын мына 1 мен 1 келеді да қайтадан айтады. Мына жерге 1 тұр еді, мына жерге қайтадан 1 түседі де, бірақ мына жерге 2 түседі. Ол 1 мен 2 болып қалады. Потом 1 мен 2 келеді да, 2 мына жерге түседі де, 2 мына жерге түседі де, оның орнына 3 түседі. 2 мен 3-дің орнына қазір мына жерге 3 түседі, мына жерге, так, менде намылы көшіп қалды. Мына жерге, так, мына жерге 3 түседі да, мына жерге 5 түседі. И так далее кете береді. Біз просто аламыз да print A0 деп көрейік. A0. Онда Fibonacci тізбегінің бастапқы 5 элементтерін шығарады. Бұл 1 болады, 1 болады қайттан, 2 болады, 3 болады, 5 болады. Вот осылай. A0-ші негізі саны ол 0, A0 ол 0. Хорошо. Мына жерге 0 жазсаңыз, и осылай жасай береді. Мына жерге A1 десеңіз, қате болып кетеді. Потому что сіз мынау бірінші элемент, мынау екінші элемент, мынау үшінші, мынау төртінші, мынау бесінші, бірақ сіз бесіншіні шығарудың орнына алтыншыны шығарып жібересіз. Хорошо? Оны бір мұқият қарап алыңыз. Так, бірінші консольді тазалап жіберейік. Қараңыз. Қайтадан осы кодты запускать етсек, сіз уже 8 шығарып жібересіз. Көрдіңіз, ол 8 негізі алтыншы элемент. Вот. Негізінен A1 деп жазса болады. Қай кезде? Біздің бірінші мына бір нәрсеміз орындалмаған кезде. Ол кезде қалай жасайды? Ол кезде сіз print A1 дей саласыз просто. Print A1 дей саласыз. И ол бізде жұмыс жасап тұра береді. Хорошо? A0 десеңіз, ол 0-ші индекстен бастап шығарады. 0-ші индекстен бастап шығарады. А 0-ші индекстен 5-ші индекске бару үшін біз не істейтін едік? N плюс 1 дейтін едік. Вот. Сол секілді 5 плюс 1 дейміз да. Бізге A0-шіден бастап 5-ші индекстегі элементке дейін шығарып береді. Енді қараңыздар. Осыны біз қазір функцияда және рекурс арқылы шығаратын боламыз. Негізі ассемптағы задача 147-ші задача. Сіздер өздеріңіз барып қарсаңыздар болады. Ассемпт дегеніміз школа программиста деп Google-ге телесіздер, кейін сол жерде Fibonacci деп жазсаңыздар тауып шығарып көрсеңіздер болады. Негізі осылай шығады. Қараңыз. Def дейсіз да, Fibonacci дейсіз. Fibonacci деген бір әйгілі адам болған. И ол n деген сан қабылдайды. N деген n-ші тізбектегі сан шығарамыз. Просто аламыз да бағанағыдай. Бұл жерде енді f0 дек тең 0 дек, f1 дек тең 1 дек. И бағанағы for I in range n дейміз да. Потом осы циклды шақыра береміз ғой. Бағанағы жасағанымызда. f0 өтір f1 тең болады f1 өтір f1 f0 плюс f1 f0 плюс f1 такой. Кесіп сұрайым. f1. Потом просто print жасамай қойық. Просто мәнімізді return'нан қайтара салайық. Return f0. И функциямызды шақырайық. Print Fibonacci 5 дей салайық. 5 емес, давайте 10-шы тізбегін қарай салайықшы. И давайте кодымызды шақырайық. Так, 55. 10-шы тізбегі 55 екен. Мысал ретінде 20-шы тізбегі, 20-шы тізбегі бізде оның 67-65 екен. Вот осындай сан. Негізі барын
шығарып көрсетуге болады. Print f0 дей салайық. Жалпы тізбектің біз қалай жұмыс жасағанын көретін боламыз. 1, 1, 2, 3, 5, 8 тағы сол секілді осылай 67-65-ге дейін барады екен. Так, енді қараңыз. Бұны біз for I in range, for цикл арқылы жасадық. While циклмен де дәл сол секілді while мен көрсетіп қажет емес деп ойлаймын. И сіз қараңыз. Енді біз бұны рекурсиялық шығарып көрейік. Return деген нәрсені пайдаланып қараңыз. Ең алдымен біз просто аламыз да анықтап аламыз. Хорошо? If дейміз, n дейміз, кіші не тең 1 дейміз. Қазір не екенін түсіндірем. Кіші не тең 1, просто return 1. Хорошо? Else дейміз, return Fibonacci n-1 плюс Fibonacci n-2. Біз Fibonacci'nin 10-шы тізбегіндегі санды білеміз. Просто аламыз да. Print Fibonacci 5, 10 дей салайықшы. 10-шы тізбегі 55 болған бағана. 89, бұл кезде 89 болып кетті. 10-шы, 1-ші, 2-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші тізбек осы болу керек негізі. Хорошо. Ол кезде просто мына жерде n-1 дей салайықшы. Так. 144 шығар жерді наоборот. Бұл кезде 89 шығар. Немесе 2 меді. Қазір қарайық, 2 болса. Отта, 2. Бұл қалай жұмыс жасайды? Қазір көрсетемін сізге. Яғни біздің Fibonacci тізбегінің, так, 2, неге 2 болды? Қазір түсіндірем. Так, қараңыз. Бұл жерде 2 болады. Қараңыз. Бұл қандай жұмыс жасапты? Жалпы Fibonacci тізбегінің бірінші және екіншісі элементі всегда 1 екенін білеміз, иә? Всегда 1 екенін білеміз. И қараңыз, егер бізде Fibonacci тізбегінде бұл нәрсе қалай жұмыс жасап тұр? Яғни біз просто аламыз да Fibonacci тізбегінің n-1-іне n-2-ні қосамыз деген нәрсе ғой. Сонда бізде какой-то бір f3 болатын болса, 3-пен жақсы түсінеді. Үшіншінің өзін біз f1 плюс, f2 плюс f1 деп шақырамыз, да? Вот, f1 мен f2 белгілі болғандықтан кейін ол 1 плюс 1 болып қайтады да, оған 2 деген мән түседі. f3-тің өзі 2 деген мәнді қайтара салады. Сол секілді f5 деген ол f4 плюс f3 қой. f4-тің өзін қазір Fibonacci былай айтқанда f4 ол мұнда 4 болып барады, и қайтадан осы орындалады. Яғни f4-тің өзін былай ашса болады. f4-тің өзін f3 плюс f2 деп ашса болады. Хорошо? f3-тің өзін f2 плюс f1 деп ашса болады. Я? f2-нің мәні бар бізде, ол тұра береді. Ал f3 бізде не істейді? f3 бізде просто алады да f2 плюс f1 деп ашылады. И просто кері ретпен жинап шығайық. 5-ші элементін білеміз, ол бізде 5 болу керек. Так, қараңыз. Бұның өзі 2 деген мәнді қайтарады. Яғни бұл жерден, так, Ctrl-Z басайын. Бұл жерден f3-тан 2 деген мән шығады,
2 дегенмен шығады. Мына F3-тен де 2 дегенмен шығады. F1-ден F2-ден 1 дегенмен шығады. 2 қосу 1 ол F4-ті береді. Ол 3 дегенмен шығады. 3 қосу 2 5 дегенмен шығады. Вот осылай жұмыс жасайды екен. Хорошо? Вот осылай жұмыс жасайды. Онда біз просто аламыз да рекурсияны осы бір типта пайдаланады екенбіз. Осыменен бүгінгі видеоролигіміз өз мәресіне жетті. Видеоролик ұнаған болса арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, лайк басып, алдағы уақытта көптеген видеолар шығатын болады. Сол видеолардан қалып қоймаңыздар. Сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Python курс арнасы.